Армысыздар көзқарақты көрермен. Жетісу облысының жүрегіне жақын, оның ішінде Талдықорған қаласының тұрғындарына таныс Сірне KZ этно мейрамханасына келіп отырмыз. Бүгін біздің спикеріміз сұхбаттасатын осы Сірне KZ жобасының негізін қалаушы, белгілі кәсіпкер Мадина Нұржауқызы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Алтын уақытыңызды бөліп сұхбаттасып жатқанымызға алғыс. Енді сіз өзіңіз айтып қалғандай, енді отбасылық жоба Сірне KZ. Біз енді көп жағдайда бір жобаны, бір дүниені бастайтын кезде әкеміз қарсы болса, анамыз қолдайды немесе керісінше деген секілді. Ал сіздерде енді отбасылық болғаннан кейін барлық ойлардың барлығы бір жерден тоқайласа кетуі, бұның сыры неде жалпы? Бәріміздің ойымыз бір жерден шыға қояды деп айта алмаймын. Өйткені әр адамның көзқарасы әртүрлі. Бізде қолдау бар. Көзқарасымыз әртүрлі болғанымен қолдау бар. Мысалы, әркім өз жаңағы бағытында жауап береді. Мысалы, мен бұл отбасылық бизнес болғаннан кейін әрине қиын, бір ғана адам басқармайды бұл жерде. Мен жаңағы маркетинг жағынан, бұл жердің әсемдігі жағынан, сапасы мен қызмет көрсету сапасы, жаңағы ас мәзірінің сапасы бойынша жауап беремін. Ал аналитика жағынан дейік, мысалы, ол жағынан інім мықтырақ келеді. Әркім өзінің мықты тармақтарын алып, сол бойынша қызмет атқарамыз және жұмылып. Бір ауыздан. Сондықтан қолдау бар. Жақсы. Енді қосымша қазір әлеуметтік желі дамып жатыр. Мен сіздің әлеуметтік желіңізден инстаграмыңызды біраз ақтарып шықтым. Қазір енді актуальный деген нәрсе бар ғой, инстаграмда өзіңіз білесіз. Сол жерден енді әртүрлі мемлекеттерде болғаныңызды, Таиландта, Түркияда деген сияқты, Малайзия сияқты үлкен ірі мемлекеттерде болған екенсіз. Сол жердің ас мәзірі қалай жалпы? Қазақстанмен салыстырған кезде біздің елде бағалар қалай, ол жақтың бағасы қалай? Сол жайында айта кетсеңіз. Жалпы негізі елдің, жердің, туған жердің тамағына ештеңе жетпейді әрине. Бір-ақ аптаға барып қайтқан күннің өзінде өзіміздің бесбармақты сағынып қайтасың ғой, сорпасын ішкің келіп. Жалпы негізі көп шетелде халал тағам табу қиын болып жатады. Өте кәдімгідей уақыт бөліп іздеп баруың керек болады. Қазақстанда бір жақсы қазір сұраныс өте көп халал тағамға деген. Осы мәселе тұрғысынан жақсы. Және көбінесе етті өнімдерден қарағанда теңіз өнімдерін, теңіздің жағалауындағылар болса, және көк шөптерді көбірек қолданады. Бұл әрине жақсы, бірақ біздің ДНК-мыз дейміз ғой, жалпы. Біздің ДНК-мызға қатты келе бермейтін дүние. Өйткені мен тұрып көрдім 2-3 апта, ол жақта осылай тамақтанып көрдім, олардың тамақтану образымен деген сияқты. Өзімді әлсіз сезінем ғой кәдімгідей. Бізге құнар беретін дүние, ол жаңағы кәдімгі табиғи таза қымыз шұбат, жылқының еті, сорпасы деген сияқты дүние. Енді мынандай дүние, сіз Малайзияда болдыңыз, қателеспесем, сол жерде кішкене баға біздікінен қарағанда төмендеу ғой деймін, сол баға жөнінде айта кетсеңіз, басқа мемлекеттермен салыстырған кезде ас мәзірі жөнінде. Көбінесе баға жағынан енді бұл бірнеше жыл бұрын Малайзияда болғаным. Бұл жақта бір жақсы, барлық жерде халал ма деп сұрамай жейсің. Дәл Малайзия мен Турция мемлекеттерінде, Араб әмірліктерінде бір жақсы бұл халал ма деп сұрамайсың. Сұрау қате болады да. Өйткені ол жерде өте қатаң сақталады. Осы тәртіп бізге де келсе екен деген тілекшімін әрине. Ал енді ең соңғы болған мемлекеттің Вьетнам мемлекеті, бұл жерде өте іздейсің халал тағамды. Или теңіз өнімдерін ғана жейсің, или халал тағам сататын мейрамхана іздейсің. Баға жағынан Вьетнам бізден әлде қайда төмен, Малайзия бізбен қатарлас десек болады. Жақсы. Енді өзімізге оралсақ, былтыр 2025 жылы сіздер Жетісу облысы бойынша үздік ас мәзірін жеңіп алдыңыздар. Енді бұл ұжымдық отбасылық жұмыс қой. Оның енді жеңімпаз болу үшін қандай бір жұмыстар атқардыңыздар? Басқалардан бір ерекше болудың сыры неде? Қазір қазақы этно ресторан ашудың өзі ерекшелік болып тұр ғой, әзірге өкінішке орай.
енді сұранысқа ие болып келе жатыр, енді дамып келе жатыр бұл бағыт. Ешқандай ерекшелігі, ешқандай құпиясы жоқ, тек ұлттық тағамдарды өзіміздің ұлттық жаңағы қазақтың дастархан жаңағы қазанның жан жағындағы мәселені білетін әйел адамдар жасап жүр. Жақсы. Бұл жалпы идея қайдан туындады өзіңізге? Негізі Сырни кезетті ашу ма? Сырни кезетті ашу. Бұл негізі бір тарихы болады ғой, бір қызықты. Иә. Негізі Сырни кезеттің ашылу тарихы былай болады. Талдықорғанға менің құрбыларым келеді. Мен өзім Алматыда тұрам. Өзім Талдықорғанда бір айға келген кезде оларды қонаққа шақырам. Қонаққа шақырамда қандай мейрамханаға апаратынымды білмеймін. Бір халал жер жоқ, апарайын десем. Не болса халал жер бар болса, ол жерде тек жаңағыдай фастфуд дейміз ғой, жылдам тағамдар. Отырып, бір әңгімелесіп, жаңағы рахаттанып отыратын жер жоқ. Сол кезде мен түсіндім, сондай нәрсе жетпейді екен. Бұл қалай айтамыз, ауырып тұрған жері Талдықорғанның, ақсап тұрған жері осы екен. Былайша айтқанда орысша боль дейміз ғой. Ақсап тұрған жері осы жер екен. Ал біз істеп жатқан дүниеміз бұл тек мезгілде ғана жұмыс істейдік, жаздың күні. Ал қыста жабылып қалуымызға тура келді. Бұл жерде қазақ үйлер болды, жаздық тапшандар болды, ашық. Қыста жабылуымызға тура келді. Ал мен шақыруым қыста болды. Содан келген идея, содан жасайық деп шештік. Идея тастадым, әкем қолдады, анам қоштады, бірден, бауырым артымда тұрды, сонымен бірден жасап кеттік. Сонда неше адам болып бастадыңыздар сонда алғашында? Неше адам дегенде осы өзіміз отбасымызда, менің сіңілім ол тұрмыста, ал төртеуміз осылай жасап бастап кеттік. Мен Алматыдан осында көшіп келіп, осы идеяны қолдап, аяққа тұрғызып, жасап кетем деген оймен келдім. Сонда басында бірден даяшыларды алып жұмысқа, қызметкерлер болды. Жалпы негізі 2024-те ресми ашылу болған болса, бұл салада жүргенімізге 12 жыл болды. Біз орталық саябақтың ішінде қазақ үйлерімен жұмыс істеген болатынбыз. Дәл осы орнымызда жұмыс істеп тұрғанымызға біраз жыл болды. Бірақ бұл тек қана жаңағы жаз мезгілінде ғана. Ал қыста жабық қосымша табыс дейсіз ғой, бір жағынан. Бір қосымша табыс сияқты, жаз қыс мезгілінде біз тек демалып қалатын едік. Сол үшін. Енді Талдықорғанда енді біреу ғана, енді мына біздің өзіміздің өңірде, Жетісу облысында тағы да осындай этно ресторандар ашылса? Әрине өте қатты қуанамын. Ашылып жатқандарын естіп жатырмын. Бұл жердегі басты ара-жігін ажыратып алатын мәселе бұл сау бәсекелестік тудыру. Неғұрлым бұл нәрсе көбейген сайын, сол нәрсеге сұраныс көбейе бастайды. Негізі маркетингтік көзқараспен или бизнестік көзқараспен қарайтын болсақ, бұл нәрсенің көбейгені бізге жақсы. Енді алға қойған жоспарларыңыз қандай? Жалпы негізі бұл басты мақсаты, миссиясы, идеясы проектінің, жобаның ұлттық тағамдарды қазақилығын сақтай отырып, ұлттық стильде, заманауи стильде жастарға әдемі қылып жеткізіп беру, олардың қабылдауына жеңіл қылып жеткізіп беру. Қоғамда болып жатқан бір дерт, бұл жаңағы кішкентай балалардың, жасөспірімдердің қазақ тағамдарын мойындамауы, не болмаса қабылдамауы болып жатыр. Енді шындығына келгенде ақиқаты сол. Көбісі ойлайды, мынау бургер, донер қазақтың ұлттық тағамы екен деп ойлап жүргендер жетерлік. Туғаннан көрген сол ғой енді. Туғаннан көргені сол. Сол үшін балаларды, кішкентай балаларды осындай қазақи жерге келу керек, алып келу керек, атқа мінгізу керек, садақты ұстатып көру керек, жаңағы найзаны ұстатып көру керек, рухын ояту керек, қымыз ішкізу керек, сондай бір культ қалыптастыру керек. Мотивация болады. Қосымша. Осы нәрсеге ақырындап, бір күнде емес әрине бұл, бірақ алып келуіміз керек. Жақсы, біздің осы өңірде қанат қақты дейді ғой, тырна қалды, енді бір бизнеске бет бұрып келе жатқан бауырларыңыз, сіңілдеріңіз болса, мысалы, сізге келіп ақыл сұраса, осындай бір жол бастайын деп едім, қандайдан, неден бастасам болады? Негізі, мен креативқа, идеяға өте жақын адам болғандықтан, ешқашан өзімнің кеңесімді аяп қалған емеспін. Келіп жатады, сұрап жатады, жобаларын алып келіп жатады, идеяларын алып келіп жатады. Қолдан келгенше барынша көмектесуге дайынмын. Әлі де келсе, қуанаға көмектесемін. Егер біреуінің аяқ басып бір себеп болып қалсам, ол нәрсеге мен қуанамын. Біз енді
жаңағы руханиятымыз, мәдениетіміз тұра алады деп айтуға болмайды енді, бірақ десе де қайтадан дамып келе жатыр да. Мына киім мәселесі, жаңағы сіз айтып отқан ас мәзірі, соның барлығын біз айтып отырғандай креативті жаңағыдай заманауи түрде беру, иә. Осы бізде енді өзіміздің елімізде қаншалықты дамып жатыр. Киімдерді жаңаша алып келу өте үлкен қарқынмен дамып келе жатыр. жақсы деп айта аласыз ба? Иә, мен де болашақта Алланың қалауымен бұған үлес қосамын деген ойдамын. Дайындап жатырмын бір жақсы жоба. Қазақи нақыштағы киімдер, бірақ заманауи стильде. Әзірге сыр ма? Әзірге сыр, иә. Жұмбақ. Әзірге жұмбақ, иә. Жақсы. Шетелдерде болдыңыз ғой, көптеген мемлекеттерде. Сол жақта жүрген кезде өзіңіз де бір армандаған шығарсыз. Мысалы, мына жерде менің өзім шіркін-ай сірне кезетін болса, немесе басқа бір мемлекетке барып, мына жерде менің кафем болса, жаңағы қазақи нақышта деген секілді ойларыңыз болды ма? Әрине болды. Іздестіріп көрдік те, сөйлесіп көрген кезіміз болды. Қалай болады бұл жақта бизнес ашу? Кей мемлекеттерде кафе, ресторан ашу, мейрамхана ашу Қазақстаннан қарағанда әлдеқайда жеңіл. Ол жақта жеңіл? Иә, әлдеқайда жеңіл және арзанға түседі. Әрине бар жоспар болашақта, бірақ алдымен осы нүктемізді нық аяққа тұрғызып алу керек. Және Қазақстанымыздың үлкен жаңағы мегаполисінде бірнеше нүкте ашып, әбден жаңағы не жинап алғаннан кейін, тәжірибеленіп алғаннан кейін, піскеннен кейін шетелге шығаруға болады деп есептеймін. Бұл адамның мүмкіндігі шексіз болып жатқан жағдайлар. Қазақстаннан жаңағы өзімде көріп жүрем. Қазақстаннан ашқан Вьетнамдағы мейрамхананы көрдім. Жаңағы Малайзияда қазақтардың ашып қойған мейрамханасын көріп қуанасың өте қатты. Кәдімгідей қазақтар барып тамақ ішіп риза болып қайтады ғой. Өзінің отанында жүрген секілді. Енді жалпы осы сірне кезет жобасын енді жалғастырып келе жатсыз ғой. Осы сізге не берді жалпы? Ортаңыздағы адамдар не дейді мысалы? Үлкен тәжірибе жинап жатырмын. Жалпы бұл енді бизнес, егер бұрын жаңағы найымда дейміз ғой, басқа адамдардың қол астында жұмыс істеген болсам, қазір өзімнің қол астында 40-50 шақты адам жұмыс жасайды. Сондықтан бұрынғы бастықтарымды өте қатты түсінемін. Және үлкен тәжірибе алып жатырмын. Адамдармен қалай жұмыс істеу керек, және даму үстіндемін. Егер бұрын қолымнан келгенше білімнің жеткен деңгейіне дейін жасаған болсам кәсіпті, енді кәдімгі профессионалды түрде дамытып, оқып жатырмын. Дәл осы маркетингін қалай жүргізу керек, жаңағы жұмысшылармен қалай жұмыс істеу керек деген сияқты. Ол оқулар осы дейді ме? Жоқ, Алматыдан барып оқып келіп жүрмін. Оқу 4 айдың көлемінде, жарты жылдың көлемінде. Оқу деп қалдыңыз ғой енді. Сізге мына шәкірт болсам дейтін жастар бар ма? Бар. Бір дәріс өткізіңізші бізге дейтін секілді. Балалар болады ғой. Қасыңызда жүрсем бола ма? Иә, қасыңызда үйренгім келеді. Бар. Тартқым келеді, көрсін. Маған да жақсы, қолым ұзарады. Ассистент қылып аламын. Міндетті түрде. Жақсы. Осымен сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Мемлекеттік тілді, руханиятымызды, мәдениетімізді дамытып жүрген Мадина қызымызға сәттілік тіледік. Амандықта жүздескенше. Сіздерге де көп рахмет. Біздерді келіп, еліп, ескеріп жатқандарыңызға біз үшін құнды. Барлықтарыңызға көп рахмет. Және тілеймін, болашақта осындай жобалар көбейе берсін. Қазақ тілінің жанашырлары жалпы елімізде көбейе берсін деп тілеймін. Көп рахмет.